Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге керемет сүзбе қосылған меренгалы пирог дайындайтын боламыз. Әсіресе жаз уақытында кез келген мерекелік дастарханның сәнін ашатын болады. Ең алдымен қажетті заттарымыз ол маргарин, жұмсақ жұмыртқаның сарысы, електен өткен ұн, қант және қопсытқыш қажет болады. Ұнымыздың үстіне маргаринімізді алып, жақсылап қолымызбенен мыжғылап, крошка дайындап алатын боламыз. Міне дәл осындай болып шығады крошкаларымыз. Енді дайын болған крошкамыздың үстіне жарты шай қасық ас содасы, жарты шай қасық қопсытқыш және алдын ала өлшеп дайындап қойған қантымызды салып араластырып аламыз. Үстінен 2 ас қасық қаймағымызды салатын боламыз. Кез келген қаймақ жарай береді достар, және жұмыртқамыздың сарысын салатын боламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне қамырларымыз дәл осындай жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке қалдырып қоятын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін құрғақ сүзбе, қант және ванилин қажет. Сүзбеміздің үстіне құрғақ заттарымызды салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мен блендермен езіп алдым, шаншықмен де бола береді. Міне дәл осындай масса болады. Дайын болған массамыздың үстіне 1 ас қасық жүгері крахмал немесе картоп крахмалын саласыздар. Оның үстінен 2 ас қасық қаймағымыз саламыз және шай қасықтың ұшыменен қопсытқыш қосып, тағы да араластырып біркелкі масса дайындап аламыз. Осыменен салмасы дайын. Осы уақытта енді пештерімізді қыздырып қоямыз. 160 градусқа достар. Кез келген форма жарай береді. Противенге салсаңыздар да болады. Мен диаметрі 26 см форма пайдаландым. Жақсылап қамырымызды алып, шет-шетіне дейін жеткізіп, бортик жасап жайып, үстінен салмасын қосып, жайып аламыз біркелкі қылып. Дайын болды. Енді духовкаға 25 минутқа жібереміз. Осы уақытта енді меренгамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін алып қалған ақуызымызды өте құрғақ ыдысқа саламыз, қантымызды саламыз және шым-шым тұзымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан көтере отырып, меренгамыз дайын болғанша араластырамыз, яғни 7-8 минут. Дәл осындай болу керек, өзінің формасын жақсы ұстап, төңкергенде төгілмеу керек. Енді кондитерлік қапшыққа салып алдым. Әдемі болу үшін қасықпенен құйып шықсаңыздар да болады. Және басына насадка қойып пайдаландым. Арада 25 минут уақыт өткенде пирогымызды аламыз. Меренгамызды дәл осылай әдемі етіп бетінен салып шығатын боламыз. Енді қайтадан 15-20 минутқа қайта духовкаға жібереміз. Міне пирогымыз дайын болып пісіп шықты. Дайын болған пирогымыздың үстінен үлкен ыдыспенен төңкеріп қоятын боламыз. 15-20 минутқа төңкеріп қоямыз. Сол уақытта бетіне тамшылар пайда болады. Бұл міндетті емес достар, бірақ дәл осылай жасап көрсеңіздер де әдемі болады. Әбден суытып алған соң пирогымызды кесіп дастарханға ұсына береміз. Міне кесіп көрсеттім. Арасы да толықтай піседі. Өте биік болып шықты, өте нәзік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де ас болсын. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Және арнамда көптеген рецепттер бар, қолжетімді заттардан тұратын. Қарап шықсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.